Biz endi qaytsak aman qalamız қазір. Qaytsak biz бақытты ғұмыр кешіп, жас кезімізде де бақытты болып, қартайған кезде де бақытты қалай боламыз? Осы адами, қазақи, ұлттық құндылықтарымызды сақтаған кезде. Ане күні қарттар үйіне барып фильм түсірдік. Қарттар үйіне. Сөйтсек, сол жерде отырған қарияларменен көп әңгімелестік. 50%-дан астамы қарттар үйіндегі қариялардың бала шағасы да бар. Бала шағасы қумаған, үйі де кең, балалары күнде жалынады екен. Әке, ап кетейік те, ұят болды ғой мына елмен жұрттан, қайтсаңызшы үйге деп. Енді жаңағы бала шағасы қайт деп отқанда қайтпайтын қариялармен сөйлессек, олар айтады: мен бала шағамен, немере шөберемен өмір сүремеймін дейді. Мен өмір бақи шахтада болғам. Арақ ішкем, достарыммен бірге жүргем, мен тағы сияқты болып кеткем, аң сияқты болып кеткем дейді. Мен үйде бала шағаның дауысын естіп, олардың жылағаны, олардың мазамдалғаны, мен ондай жерде өмір сүре алмаймын. 60-ға келгенше мен сыртта жүрдім, шахтада жүрдім дейді. Бір кісі айтады: өмір бақи такси болдым. Үйге тек қонуға келем, таңертең тамағымды ішемін де кетем. Бала туылып жатты, олар өсіп жатты, оларға мән берген емеспін. Баламен контакты болып көрген емеспін. Енді пенсияға шығып үйге келсем, ойбай мына немерең деп алып келеді, 5 минуттан артық шыдай алмаймын, зәрем шо. Сондықтан мына жаққа келіп, ана өзім сияқты шалдармен дойбымды ойнап, есіктің алдында жүріп, қыдырып, өмірімді өстіп өткізгім келеді дейді. Қалай өмір сүрсең солай өлесің деген қағида рас екен. Біз баяғы Алтынбек Қоразбаев атамыздың онша тары емес еді ау пәтеріңде, осында тастап кеттің, әкелдің де деген өлеңдерін естіп өскенбіз ғой енді. Қара шал, қара кемпір дегенде. Сөйтіп ойлаймыз, ана бала қатыгез сөйтіп апарып тастаған екен деп. Апарып тастаған жоқ, жалынып отыр. Үй бар, бөлме бар, жағдай бар. Әке, қара бет болдық қой, елге кесеңізші десе, жоқ, өздерің тұра беріңдерші, сендермен өмір сүре алмаймын деген тағдырлар пайда болып жатыр ағайындар. Бұл кешегі баласыз үй, мазар, балалы үй, базар деген қазақ осындай жағдайға жетіп жатыр. Демек біз ойланып, қазір осы бастан бір-бірімізбен қадірімізді арттырмасақ, жақсы қарым-қатынаста болмасақ, шынында қартайған кезде біз біреуге керек болмай қалуымыз мүмкін. Біреу бізге керек болмай қалуы мүмкін. Мінекей осы нәрсе өмірі қазақ қоғамындағы қазақ баласының басына келеді деп ойламаған қасіреттер Құдай сақтасын қазір басымызға келіп жатыр. Бізге адам қымбат, адамның тағдыры қымбат. Ата заңымызда, конституцияда да айтады, ең үлкен байлығы қоғамның ол адам. Ең үлкен байлығы халық. Сол халық барлық нәрсенің көзі деп біздің ата заңымызда айтып отыр. Сол халық бақытты болу үшін адам бақытты болу керек. Әрбір адам ол қоғамның бір клеткасы. Клетка сау болса, организм сау болады. Клетка бұзылса, ол организмді түбі бұзып тынады. Сондықтан әр адам бақытты болған сайын, әр адамның іші бақытты болған сайын, жан дүниесі бақытты болған сайын, сіз бен біздің жүйкеміз тыныш болады. Өйткені жақсы адамдардың ортасында жүрсең, өмір нұрланып сала береді. Жаман адамдарға жақындасаң, кешке дейін шаршап, ананың бір айтқан ауыр сөзінен ауырып қаласың. Мінекей біз сондай қазақпыз ағайын туғандар.